Қазақстанда бейіт басында құлпытас орнатудың жаңа ережелері енгізілмек. Енді тасқа өлең шумақтары мен артық ақпараттар жазылмайды. Әрі қоршауда тек мәйіт жатқан жермен шектелмек. Осылай деген еліміздің мүфтияты мазаратта зәулім сарай салудың марқұмға тигізер пайдасы жоқ дейді. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бұдан былай бейіт басына зәулім сарай салып, марқұм үшін үлкен жерді алуға тыйым салмақ. Басқарма жанынан ашылған Қамқор шапағат орталығы бірнеше облыстың мәслихатына осындай ұсыныс жолдады. Егер депутаттар қолдаса, 20 аймақтағы зират заңдылығы өзгермек. Қабірге жерленген кісінің кім екендігін айқындау мақсатында және жүргіншілер тарапынан тапталып аяқ асты болып кетпес үшін қабірдің басына шағын құлпытас қоюға рұқсат етіледі. Ол құлпытастың биіктігі 1 метр, ені 50 сантиметрден аспауы тиіс. Және де ол құлпытасқа марқұмның аты жөні және туылған жылы мен қайтыс болған уақыты жазылуға рұқсат етіледі. Ал құлпытасқа марқұмның суретін салуға рұқсат етілмейді. Ал құлпытас жасайтын шеберлер болса, тұтынушылар таңдауында шегі жоқ дейді. Сөздерінше, бейіт басына белгі қою үшін адамдар 7 миллион теңгеге дейін тапсырыс берген. Тастың өзін шетелден аламыз деген кәсіпкерлер оның да сан түрлі болатынын айтады. 15-20 мың теңгеден кете береді, 500 мың, 600 мың миллионға дейін. Осы уақытқа дейін 1,5-2 миллионға дейін алған бір жауызы тастың өзі. 7 миллионға дейін де қойып отыр. Баяғыда таптаған енді әртүрлі ғой жағдайлар. Сол гранит, мрамор болып екіге бөлінеді. Қазіргі таңда гранит өте сұранысқа қатты. Ал ел азаматтары болса, мазарға биік қоршау қажет дейді. Әйтпесе бейітті қаңғыған мал басып кетпесіне кімге білдеп отыр. Енді бұрынғы ата-бабалардың несімен келу керек. Қоршап, мраморлап неғылған болмайды. Мал кірмесе, адам неғылмаса болды, одан басқа шыққандай не жоқ. Негізі көбісі айтады, қоршаған дұрыс емес деп. Оланы төбесін жапқанда дұрыс емес дейді. Қоршағанда да сыртын айналасын қоршауға болады дейді. Бірақ төбесін жапқан дұрыс емес дейді. Мен ойым, 1,20 болады ғой, одан артық биіктің керегі де жоқ деп ойлаймын. Я не приветствую. Это маған ол жаман вообще. Могила должна быть. Человека нету, поэтому могила должна быть скромной. Мы просто жерді аламыз, да, без толку. Занимаем место много-много, как город уже там стал. Ал дін өкілдері болса, бейітті әспеттегеннен марқұмға келіп кетер пайда жоқ. Одан да сол қаржыға жетім жесірге көмек берген әлде қайда абзал дейді. Назерке Күбасова, Эльдар Жунусканов, Информбюро. Ақпарат ұнаса арнамызға жазыл.